Бүгінгі күнде көпшілік адамдар интернетте, әлеуметтік желілерде және тіпті телефон қоңырау арқылы алаяқтан құрығына түсіп жатыр. Қауіпсіздік шараларын ұстану өзімізді және жақындарымызды қорғаудың ең тиімді жолы. Дарын қараш, мен Инстаграмдан өте жеңіл бағада телефон алып жатырмын. Ажас, сақ бол. Бұл өте сенімсіз магазин сияқты. Интернеттегі бағасы тым арзан. Бұл алаяқтардың әрекеті болуы мүмкін. Ешқашан белгісіз парақшалар арқылы ақша аудармаңыздар. Әлеуметтік желілерде жиі кездесетін алаяқтық парақшалар адамдарды арзан бағамен алдайды. Сәлеметсіз, бұл бет қызы Ажар ма? Я, мен Мұхтар Ажар қызы. Сіздің сим картыңыздың мерзімі өтіп кетті. Мен сізге дереу ақпарат беруім керек па? Сізге газ 4 сандық код келеді. Соны маған тезірек айтыңыз. Жақсы, мен сізге содан кейін хабарласам. Есіңізде болсын, банктер ешқашан жеке мәліметтерді телефон арқылы сұрамайды. Егер күмәнді қоңырау алсаңыз, дереу банкпен ресми байланыс нөмірі арқылы байланысыңыз. Ажар, қарашы, маған бір дүкен 50% скидка ұсыныпты. Дарын, байқашы, бұл алаяқтардың істі болуы мүмкін. Бұндай сілтемелерге мүлдем кіруге болмайды. Құпия сөздеріңізді, жеке мәліметтеріңізді беретін бейтаныс сілтемелерге сенбеңіздер. Алаяқтар сілтемелер арқылы да мәліметтеріңізді ұрлауы мүмкін. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз. Алаяқтарға алданбау үшін әрдайым күмәнданып, ақпараттарды тексеріп жүріңіздер. Құрметті көрермендер, алаяқтардан сақ болу біздің қолымызда. Қауіпсіздік ережелерін ұстанып интернеттегі әрбір әрекеттеріңізге сақ болыңыз. Есіңізде болсын, сақтық сіздің қауіпсіздігіңіз.